Тараздағы Бурыл ауданының тұрғындары көшелерді өздері жөндеп жатыр. Армысыздар, бұл экспресс жаңалықтар, бізде бар болғаны 1 минут, кеттік. Әкімдіктен көңіл қалған көрінеді. Тұрғындар өздері күрек пен арбаларын алып көшеге шықты. Мына жолдағы шұңқырларды санауға тіпті саусақ жетпейді ғой. Жолдың бәрі ямы. Бурылда асфальт салынады деген хабар болған екен. Бірнеше жыл бұрын. Бұл жақта адам саны көбейген, үйлер салынып, жаңа ықшам ауданы пайда болған екен. Сәйкесінше көлік те көп, бірақ жолға ешкім назар салмапты. Ешқандай жылжу болмады. Ашуланған тұрғындар өздері әрекет етуге көшкен. Бірі тас пен топырақты тасып берсе, екіншілері жол тегістейді. Тұрғындар жұмыс жасауға ауызашардан кейін шығады. Сағат түнгі 1-2-лерге дейін шұңқырларды толтырумен айналысады. Тараз әкімдігі ақша жоқ дейді. Бүкіл ауданды қамту үшін 2 миллиардтай қаражат керек екен. Оған қоса асфальт салу үшін сараптамалар жасалу керек. Тараз қаласының әкімдігі қаражат